Мен Иман Келімбетов «Үміт үзім келмейді» хикаят монологын оқыдым. Бұл хикаят монологта шыны керек кез келген адам қызыға оқиды деген ойдамын. Туындыда өмір үшін күресті, шынайы махаббатты, адалдықты арқау етеді. Ауыр науқастықта жатқан күрделі нейрохирургиялық операция жасау керек болған ержанның өлім мен өмір арасындағы тартылысы бейнеленген. Себебі адам баласының ең нәзік жері жұлын болып есептеледі. Басты кейіпкер осындай тәуекелге барған ержан осы өмірде аяқ басып жүргеннің өзі бақыт екенін біледі. Себебі бұның бәрін ой толғанысынан өткізді. Шыны керек осы өмірде біздің аман есен жүргеніміздің өзі бақыт екенін түсіндім. Шынында қандай адам болмасын, өмірге ғашық және құштар. Өлімнен қорықпаймын деген жай ғана сөз. Шығарма ержанның ой толғанысындағы ақиқатты түсіндіреді. Бақытты қалай және немен өлшеу керегін түсіндіреді. Өлім мен өмір арасында жатқан ержанды аман алып қалған ол біріншіден биік рухы және өмірге деген құштарлығы. Екіншіден, өзінің сүйген жары Гауһардың оған деген сенімі және де шынайы махаббаты. Біреудің азғыруына сенбей, Гауһардың оған деген күйеуінің аман шығуына деген сенімі. Әрбір адамның бойында қорқақтық та болады, батылдық та болады. Мен оқыған шығарманың ішіндегі кейіпкерден қай қасиет жеңіп шығады? Әділдік, жақсылық, адалдық. Осылар үшін өмірде күреспесек, онда өмірден не пайда? Осындай сұрақтарға жауап іздегіңіз келсе, «Үміт үзім келмейді» кітабын оқуды ұсынамын. Мен шығарманы оқып болғаннан кейін Иман Келімбетовтің өмірге түйген 5 қағидасын ойыма түйіп алдым. Ол біріншіден адал бол, екіншіден үлкенді сыйла, үшіншіден күншіл болма, төртіншіден 200 адамға сенбе, бесіншіден арманда, үміт ар және соған жет.